Баршаңызға қайырлы күн, достар. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Наурыз мейрамына орай сіздерге наурыз көженің рецептімен бөліскім келеді. Өте дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің видеом сіздерге ұнаса, сақтап алыңыздар және де достарыңызға таратыңыздар. Өте дәмді наурыз көже. Ингредиенттер описание бөлімінде, жасап көріңіздер. Бізге қажетті заттар: ең алдымен жылқының сүрленген еті таза суымызға салып, орташа отта қайнатамыз. Жүгері, арпа, бидай, тары, айран, құрт керек болады. Айран немесе қатық сүт қоссаңыздар да болады. Ең алдымен арпа, жүгері, тары, бидайды қайнап тұрған ыстық сумен бұқтырып қоямыз. Бетін тарелкамен жауып, шамамен 2 сағат көлемінде бұқтырып қоямыз. Барлық салмасын бірінші етапта дайындап алсаңыздар, етіміз піскенше жүгері, арпа, бидай, тарыларымыз дайын болып қалады. Бейнеде көргендеріңізде жасасаңыздар, сіздердің наурыз көжелеріңіз өте дәмді, ерекше болып шығады. Етіміз орташа отта қайнады, бетінде көбіктері пайда болады. Көбіктерін сүзгішпен алып тастаймыз. Етімізді баяу отта 2,5 сағат қайнатамыз. Етіміз толықтай пісу қажет. Дәміне қарай тұз қосамыз. Тұзды көп қоспаймыз. Бұл сүрленген ет, өзінің тұзы бар. Ендігі кезекте бір жұмыртқамызға жарты пиала су құйып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Наурыз көженің кеспесін дайындаймыз. Әркім қалауынша істейді. Мен кеспе қосуды жөн көрдім. Електен өткізіп ұнымызды салып, қамыр илеп аламыз. Өте тойымды наурыз көже болады. Кеспе салсаңыздар, бұл рецептпен анашым дайындайды. Мен де дайындап келемін. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Қамырымызды илеп алдық. Пищевой пленкамен жауып, 10 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз дайын болды. Ұнымызды сеуіп, 1-2 илеп алып, қамырымызды жайып аламыз. Қамырымызды жайып алдық, оқтаумен орап, ортасынан кесіп алып, кеспемізді кесеміз. Кеспені бүтіндей кессеңіздер де болады. Мен өзім майдалап кесуді жөн көрдім. Майда бөліктерге кесіп алдық. Кеспеміз дайын болды. Ендігі кезекте бұқтырып қойған арпа, бидай, жүгері, тарыларымызды мұздай суға салып, жуып аламыз. Жақсылап, тазалап жуамыз.
жуып алғаннан соң пісіретін боламыз. Сорпамызға салып, арпа, жүгері, бидайларымызды қайнап тұрған сүрленген еттің сорпасына бірінші салып пісіріп аламыз. 40 минуттай піседі. Тарыны ең соңында саламыз. Тары 5 минутта піседі. Кеспені салған уақытта тарыны саламыз. Екеуі 5 минутта піседі. Құртымызға ыстық сорпамызды құйып, жібітіп аламыз. Көжеміз дайын болып піскенше құртымыз әдемі болып жібіп тұрады. Етіміз пісті, суығаннан соң майдалап тураймыз. Турап алғаннан соң қайтадан сорпамызға саламыз. Етімізді турап алдық, қайтадан сорпамызға саламыз. Ожаумен араластырып аламыз. Ең соңында тарымызды, кеспемізді саламыз. 5 минут пісіріп аламыз. Кеспемізді салып алғаннан соң, ожаудың көмегімен жақсылап араластырып, 5 минут қайнатып аламыз. Ендігі кезекте жібіп тұрған құртымызды езіп аламыз. Наурыз көжеміз дайын болды. Этап-этаппен істесеңіздер, сіздердің наурыз көжелеріңіз ойдағыдай шығады. Газ плитамызды өшіріп, наурыз көжеміз дайын болды. Отдельно кастрюльге құйып аламыз. Наурыз көжені себебі барлығына айран мен құртты қоса салмаймыз. Шағын ғана кастрюльге құйып алып көжені дәміне қарай айран мен құртты қосамыз. Наурыз көже айран қоссаңыздар да дәмді, қоспасаңыздар да дәмді. Кім қалай ұнатады, солай шағын ғана кастрюльге құйып алып, араластырып бересіздер. Өте дәмді болып шығады. Мен осылай жасадым. Отдельно кастрюльге салып, дәміне қарай айран, құртымды салып, араластырып ұсындым. Сіздер де солай жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Менің видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып, тіркелуді ұмытпайық. Менің жасаған көжем сіздерге ұнаса, пікірлеріңізді қалдырыңыздар және достарыңызбен бөлісіңіздер. Алдағы уақытта сіздерге керемет рецептермен бөлісемін. Астарыңыз дәмді болсын. Наурыз мейрамы барлықтарыңызға құт береке әкелсін. Тек қана жақсылық болсын. Ендігі бейнеде кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған Жансая. Мама вкусно готовит. На мамин канал подписаться и лайк оставить.